Сәлем достар, сіздермен астрономия және технология каналы. Достар, бүгінгі біздің тақырыбымыз жұлдыздар шоғыры жайлы талқылайтын боламыз. Жұлдыздар шоғыры жалпы ортақ гравитациялық байланыс арқылы бірге орналасқан жұлдыздардың үлкен топтары. Жұлдыздар шоғыры аспандағы ең әдемі нысандардың бірі. Ең жарық және жерге ең жақын орналасқан жұлдыздардың түнде жай қарағанда жұлдыздардың үлкен үйіндісі сияқты көрінеді. Жұлдыздар шоғырларының түрлері. Жұлдыздар шоғырларының пішіні мен өлшемдері әртүрлі болады. Жұлдыздар шоғырларының шар тәрізді шоғырларға және ашық немесе галактикалық шоғырлар деп екіге бөлінеді. Ашық шоғырлар шар тәрізді шоғырларға қарағанда кішірек және тығыздығы жағынан төмендеу болады. Олар 30 жарық жылы қашықтыққа созылып жатқан бірнеше жүз жұлдыздан тұрады. Ашық шоғырлардың жұлдыздары бір-біріне әлсіз тартылғандықтан, уақыт өте келе үлкен молекулярлық топтарға немесе басқа шоғырларға тартылып кетуі мүмкін. Көбелек шоғыры М6 деп атайды. Ол Саршаян шоқжұлдызындағы ашық шоғыр. Аталған шоғырдағы жұлдыздардың орналасуы қанатын ашып тұрған көбелекті елестетеді. Бұл шоғырдың жасы шамамен 51-ден 100 миллион жыл. Жұлдыздарының көбі басты тізбекті құрайды. Шар тәрізді шоғырлар гравитация күшімен бірге орналасқан үлкен шар тәрізді және тығыз жұлдыздар тобы. Бір ғана шар тәрізді шоғыр миллионға дейін жұлдыздан тұруы мүмкін. Құс жолын 200-ге жуық шар тәрізді шоғыр қоршайтыны белгілі. Кентавр омегасы құс жолындағы ең үлкен шар тәрізді шоғыр. Ол жерден 17.000 жарық жылдай қашық орналасқан. Ең ежелгі шоғыр миллионнан аса жұлдыздан тұрады және оның ортасында орташа өлшемде қарақұрдым орналасқан. Кентавр омегасынан кейінгі Омарта шоғыры М44 немесе Пресеппе деп те аталады. Бұл 730 миллион жылдай бұрын пайда болған. Ашық жұлдыздар шоғыры сондай-ақ құс жолындағы ең жақын орналасқан жұлдыздың шоғырларының бірі. Шоғыр жұлдыздарының көбі қатты жарқырайтын басты тізбекті жұлдыздар. Бұл шоғырдың 75-ге жуық жұлдызын жерден оңай көруге болады. Үркер жұлдыздарының шоғыры жеті сіңілі немесе Месси 45 деп те аталады. Ол торпақ шоқжұлдызында орналасқан ашық жұлдыздар шоғыры. Жерге ең жақын орналасқан шоғырлардың бірі. Шоғыр жұлдыздарының көбі қараусыз көзге көріне береді. Әдетте бұл жұлдыздардың шоғыры қыс мезгілінде солтүстік жарты шарда, ал жаз мезгілінде оңтүстік жарты шарда айқын көрінеді. Астрономдардың зерттеуі бойынша үркердің ыстық көк жұлдыздарының көбі 100 миллион жылдай бұрын пайда болған. Бұл шоғырдың құрамында нағыз жұлдызға айна алмайтын бірнеше қоңыр ержегейлі жұлдыздар да бар. Месси 80 құс жолындағы ең тығыз орналасқан шар тәрізді шоғыр. Бұл шоғырдың жастары күннен де үлкен жұлдыздардан тұрады. Достар, бүгінгі біздің жұлдыздар шоғыры жайлы мәліметіміздің соңында жетіп қалды. Және бұл видеомыздың соңында қорытындылай кете, мына шар тәрізді шоғырлар және Кентавр омегасы, Омарта шоғыры сияқты тақырыптармен алмастым. Және келесі видеомызда мен жаңа жұлдыздар, жалпы айтқанда суперновамен таныстыратын боламын. Достар, алғашқы видеома лайк басып, көрермендер болса көріп кетсе жақсы болатын еді. Бұл сіздердің қолдауларыңыз. Мен сіздерге арнап қазақша контентте астрономия жайлы және технология жайлы ақпараттар алмасатын болатын едім. Алдын ала рахмет достар. Қош сау болыңдар достар.